Селем достар, шын мәнінде министрдің қызы Фериде емес, Айтен екен. Иә, шалыс естіген жоқсыз. Қилы күндер сериалында Айтеннің рөлін ойнаған актриса Мереке Ялова Түркияның министрі Yüksel Яловтың қызы. Қалайша министрдің қызы киноға түсіп жүр? Егер сіздерге осы сұрақтың жауабымен қоса, актрисаның өмірбаяны мен жеке өмірі, фильмографиясы қызықтырса, видеоны соңына дейін көріңіз. Ал бастамас бұрын лайк басып каналға жазылуды ұмытпаңыз. Сіздерге осыдан алдыңғы Фериде туралы видеода уәде еткендей, бүгін Айтен туралы толық ақпарат беретін боламын. Ал кеттік ендеше. Мереке Ипек Ялова 1984 жылы Түркия министрі Yüksel Яловтың отбасында дүниеге келген. Анасы үй шаруасымен айналысты, өзінен кейінгі сіңлісі бар. Актриса жас кезінде мектеп театрында аздап ойнаған. Студенттік жылдары анадалы телехикаясында эпизодтық рөлді сомдағанымен шығармашылыққа баса көңіл қоймаған екен. Актрисаның балалық шағы қоғамның жоғарғы ортасында өтті. Әкесі министр болды дедік қой. Сондықтан да ол ең атақты университеттерде білім алды. Алдымен Анкарадағы Билкент университетінің халықаралық қатынастар факультетін бітірді. Содан кейін Италияның Сапиенса университетінде оқуын жалғастырды. Ол Римде саяси ғалымдар докторы мәртебесін алған. Бір кездері ақш-та да тұрған. Түркияға оралған соң досымен бірге жеке компаниясын ашады. Мереке Ялова үйлену тойлары мен ерекше шараларды ұйымдастырумен айналысқан. Бір күні ол әріптесімен мейрамханаға түскі ас ішуге барады. Және сол жерде оны Керемет ғасыр сериалының режиссерлерінің бірі байқап қалады. Мереке Ялова кастингке қатысуға келісіп, актерлік білімі жоқ болғанына қарамастан, Кастилия мен Леон ханшайымы Изабелла Фортуна рөлін жақсы алып шығады. Актриса түрік, ағылшын, француз, итальян тілдерінде еркін сөйлейді. Сонымен қатар Изабелла рөлінде ойнау үшін испан тілінде меңгеріп алады. Керемет ғасыр сериалы актрисаның өмірін 180 градусқа өзгертіп жіберді. Ол Түркияның ең атақты актерлармен бірге түсірілім алаңында жұмыс істеді. Алайда осы сериалдан соң Мереке Ялова актерлік мансабын жалғастырмайтынын және бизнеспен айналысатынын мәлімдеген. Бірақ 2012 жылы оған Қарағай немесе Қарадайы түрік телехикаясында, қазіргі таңда ұлттық арнада Қилы күндер атауымен беріліп жатқан телехикаяда басты рөлді сомдауға ұсыны түсіп, көп ойланғаннан кейін келіседі. Оған айына 30 000 түрік лирасын төлейді. 2016 жылы актрисаның қатысуымен Өмір әні фильмі шықты. Содан кейін Однажды в Чукурова Қазақстанда жат мекен атауымен берілген телехикаяға Мүжган рөлінде түседі. Жеке өмірін актриса өте құпия ұстайды. 2019 жылы ол түрік продюсері Алтух Гултанға тұрмысқа шығады. Дегенмен жұлдызды жұп 2021 жылы ажырасып кетеді. Баласы жоқ. Мереке футболды жақсы көреді. Ол Стамбулдың Галатасарай футбол клубының жанкүйері. Бойының ұзындығы 161 см. Қайырымдылық шараларға да жиі қатысады. Достар, сіздерге актрисаның қай рөлі көбірек ұнайды? Жат мекендегі Мүжган ба, әлде Қилы күндердегі Айтен бе? Комментке өз ойыңызды жаза кетіңіз. Қилы күндер сериалында ойнаған басқа қай әртіс туралы білгіңіз келеді? Оны да қосып жазып қойыңыз. Сіздермен болған әдеттегідей Әсем ТВ арнасының жүргізушісі Әсем Жұмалиева. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.